Жақсы, сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Жакупова Кенже Білісбекқызы, Шығыс Қазақстан облысы Абай атындағы орта мектебінде биология пәні мұғалімі. Бүгінгі шебер сыныбына дайындалған тақырыбым биология пәнін оқытуда модельдеу әдісінің тиімділігі. Жалпы қазіргі заман талабына сәйкес шәкірттерімізге және сапалы білім беріп, қоғамнан өз орнын табуға, қоғамдық дәстүрлерді жалғастыруға дайындығы мұғалімге, оның кәсіби шеберлігіне тікелей байланысты екенін барлығымыз білеміз. Мұғалім әр сабағында әдістерді түрлендіре отырып тиімді пайдаланатын болса, сөз жоқ, онда оқушының пәнге деген қызығушылығы да арта түседі. Енді бүгінгі баяндаманың өзектілігі жәнегі дайындаған шебер сыныбының модельдеу. Мақсаты білім алушылардың ой өрісін кеңейту, танымдық қабілеттерін арттыру мақсатында биологиялық құбылыстар мен заттарды модельдеу жасату арқылы теориядан алған білімдерін дамытуды көздеу. Міндеттері: биология курсында пәндік модельдеуді тиімді игерудің мүмкіндіктерімен таныстыру, пәнді терең түсінуге модельдеу әдісін көрнекілік түрінде құрал ретінде пайдалану, және де күтілетін нәтижеге келетін болсақ, модельдеу әдісінің көмегімен бір деректер топтамасынан әртүрлі үлгі жасау, сондай-ақ зерттелетін құбылысты түсіндіру және теориялық түсініктеме беру үшін оларды ішінен анағұрлым өнімдісін таңдай алады. Модель құру барысында зерттелетін болжамды түрлі деректермен толықтыра алады. Эксперимент барысында жасанды жағдайды құрып, тиісті қасиеттерді анықтау мақсатында қажетті табиғи жағдайларды пайдалану жолын іске асырады. Онымен қоса оқушылар көбісі мынаны орындай алады екен. Топтық жұмысты бірлесе орындайды, өз бетінше жұмыс жасайды, сұраққа жауап береді, қосымша үйлестірме ресурстармен жұмыс жасайды. Оқушылардың кейбіреуі оқулықтан тыс берілген қосымша тақырыптарды орындай алады. Жәнегі өсімдіктер мен жануарлардың қозғалуын салыстыра алады, тақырып бойынша қосымша мәліметтер мен дәлелдерді келтіре алады. Жұмыстың ғылыми болжамы. Практикалық жұмыс барысында жәнегі модельдеу әдісін тиімді пайдаланатын болсақ, онда білім алушылар абиотикалық факторлардың тірі ағзалар тіршілік әрекеті мен қозғалуындағы рөлін анықтай алады. Модель деп жалпы зерттеу объектісін бейнелейтін немесе жаңғыртып отырып, оның өзі білім объектісін ойдан шығарған немесе материалды түрде жүзеге асыратын жүйе. Тиімді игерудің көптеген мүмкіндіктері бар. Мысалы үшін мен 7-ші сыныптан өсімдіктердің қозғалыстың өсімдіктер тіршілігіндегі маңызы, өсімдіктердің қозғалу тәсілдері, яғни тропизм таксис тақырыбында модельдеу әдісін қолдандым. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты жәнегі 7.1.6.1 өсімдіктердің қозғалу себептерін түсіндіру, қозғалыстың маңызын сипаттау, тропизм таксис ұғымын түсіндіру. Сабақ мақсаты тәжірибе жасау арқылы өсімдіктердің қозғалыс себептерін түсіндіру, қозғалыстың маңызын сипаттайды. Жалпы модельдеудің артықшылығына келетін болса, ол жәнегі экспериментті алмастыра алады екен. Бұл жәнегі үлкен артықшылық болып келеді. Себебі эксперимент ғылыми зерттеудің теориялық және эмпириялық деңгейі. Ал оқушы осы тақырыпқа арнап жасаған жұмыстары оқушылардың жәнегі барлығы қатысты эмпириялық әдістердің бірі бақылау болып келеді. Енді бақылауға келетін болсақ, белгілі бір нақты қойылған міндет үшін және белгілі бір жүйе бойынша жүргізілетін ескере отырып оқушыларға алдын ала бірнеше модельдеу түрлерін ұсындым. Оқушылардың жәнегі жұптасып модельдеу бірнеше түрлері жұмыс жасауына өз еркімен қатысты. Енді келесі бейне материалда осы жұмыстарын тамашалайсыздар. Мысал үшін, жәнегі 5-6 күн бұрын оқушылар қағаз қорабынан өзі қолдан жасаған әдісті қолдандырулар жәнегі оқу қорабына жаңағы нені бұрышты орналастырды және жұп, мысал үшін қара топырақтың ішіне алдын ала ылғалды ортада өсірілген жәнегі бидай өсімшесін
қара топыраққа отырғызды. Екі тұстағы өткіншенің басына қара қалпақша кигізді. Енді үшінші жұп, олар жәнегі бидай тұқымын ылғалды ортасы бар петри табақшасына орналастырып, бетін жауып жылы жерге қойды. Жалпы бұл сабақ барысында жәнегі белсенділік танытты. Бұл тәжірибелік жұмыс. Тақырып төңірегінде негізінде бұл зертханалық жұмыс немесе модельдеу қарастырылмаған. 5 күннен өткен соң, жәнегі өскіншелер пайда болғаннан кейін, келесі жұп өскіншелерді желатиннің ішіне орналастырды. Желатиннің ортасына монофосфат қосты. Төртінші тәжірибеде қарапайым штативті пайдаланып, және жақсы жарық түсетін жерге апарып қойды. Жалпы оқушылар эксперимент барысында жасанды жағдайды құрып, тиісті қасиеттерді анықтау мақсаттарын қажетті табиғи жағдайларды пайдалану жолын іске асыра алды. Енді жалпы сабақ барысында оқушылар 4 топқа бөлінді. Жаңағы әр топ өзің кейін берілген тапсырмаларда қатты кестеде, қазір мен сіздерге көрсетіп өтемін, сол кестеде трапезм түрлерін көрсетті. Және сол байланысты абиотикалық факторларды қорытындысын жазып толтырып отырды. Сабақтың басында және оқушылар өздері алдын ала жасап қойған модельдерді бейнеролик түрінде толығымен көріп шықты.
Кешіріңіз, Кенжегүл, камераңызды қосасыз ба? Толқын Қайырбековна, мен сөндіріп тастадым, себебі несі байланысы некен әлсіз екен, сосын дауыс Кішкене қана қоссыншы, мен фотоға түсіріп аламын. Жақсы. Звук пропадает сразу. Кенжегүл апай, мен сізге жібердім. Болды. Дауысыңыз естілмей қалды. Мына бейнеролик көру барысында жәнекі шықты даусым. Иә, жалғастыра беріңіз. Бейнероликті және көру барысында оқушылар өзара талқылау жұмысын жүргізіп отырды. Және келесі буында жаңағы мен тапсырма таратуға көштім. Бұл жерде және кестеде берілген тапсырманы алдында айтып кеткен болатынмын. 4 топқа таратылды. Тапсырма кесте түрінде берілген. Ол жерде әр топ өзіне қатысты трапезм түрлерінің Видеоны өшірсеңіз сонда? Иә, өшірдім. Кенжегүл Есіпбековна. Айрат, не слышно, да? Или только меня не слышно? Кенжегүл Есіпбековна, сізді сөйлеп қараңызшы енді тағы да. Жоқ, естіліп тұрған, дұрыс естіліп тұрған жоқ. Әріптестер, енді тоқтатуыма тура келетін шығар. Кенжегүл Есіпбековна мүмкін байланысын жақсартқаннан кейін тағы да қосылып ойлаймын. Иә, дауыс бөліп шығып жатыр дейді. Жарайды, онда қазірше тоқтата тұрайық. Мүмкін Кенжегүл Есіпбековна бір дұрыс неге байланыс ортасына барған соң тағы да хабарласады деп ойлаймын. Негізі өте жақсы, сонымен қатар тәжірибе алмасу бағытында идеялармен бөлісіп жатыр еді. Енді келесі әріптесімізге сөз кезегін берейік. Кенжегүл Есіпбековна, сұрақтарыңыз болса, сонымен қатар өздеріңіздің қосатын идеяларыңыз болса, біздің Zoom чатқа жазуға болады. Міндетті түрде ол әріптесімізбен бөлісетін боламыз. Қазір енді бізде келесі әріптесіміз